60-тан асқан анам өзінің қарт әкесі айт намазы болған кезде арнайылап үлкен мешітке жиналып баратынын маған жеткізген болатын. Жалпы сол кездері бұрынғы оқиғаларда көптеп кездеседі. Жақын жерде мешіт болмағандықтан жұма намазына баруы өте некен саяқ жағдаяттардан болған. Есесіне жылына 1-2 рет айт намазына үлкендер жиналып барып қатысатын болған. Енді күнімізде соңғы жылдары айт намазы жұма күнімен тұспа-тұс келіп жатыр. Осы кезде біздің қоғамда мынандай бір пікірлер таралып жатыр. Мына бір бейнероликтен көрсеңіздер болады. Муаллиф рахимахуллах айтады: "Ва ин вафаqa 'идун яума жум'атин сақататил жум'ату амман хадара ал-'ида илля ал-имам фала тасқуту анху" деп жатыр. Егер жұма күні айт күніне сай келіп қалса деп жатыр, айтқа келген адамдан жұманың парызы түседі деп жатыр. Тек қана имам ғана одан түспейді деп жатыр, яғни имам орындау керек. Жалпы Ахлі сүнна уал жамаа ғалымдарының, соның ішінде 4 мазхабтың 3 мазхабы бір ауыздан мынандай бір пікірді айтады: айт намазын оқыған адамның мойнынан жұманың парыздығы түспейтіндігін туралы. Оның дәлел ретінде имам Абу Ханифаның мазхабының пікірін оның шәкірттерінен Мұхаммад Хасан аш-Шайбани рахимахулла Әл-Джами ас-Сағир атты кітабында келтіреді. Бір намаз екінші намаздың оқылмауына себеп болмайды деп келтіреді. Жалпы ол көзқарасты имам Шафи Әл-Ум кітабында да келтіреді, және де осы секілді көзқарасты имам Малик те мазхабында қолданылады. Ал бір ғана көзқарас бар, имам Ахмад ибн Хамбалдың мазхабына телінетін. Бірақ та кейбір ғалымдар бұл Хамбали мазхабына телінген көзқарас болғанымен, ол Ханбали мазхабының көзқарасы, ол ғалымдарының сөзі емес деген нәрселерді айтады. Жалпы ол жерде жаңа сөзімнің басында айтып өттім, кейбір шалғайдағы адамдар жиналып үлкен мешітке айт намазын оқиды. Дәл сол секілді оқиғалар біздің қазақ даласында ғана емес, Оспан халифаның тұсында да, Алла одан разы болсын, болған екен. Жалпы ол айтқан кезде кім айт намазын оқыды, жолының мойнынан жұма парызы түседі деп, жұма намазының парыз емес болған жолаушылар санатына айтқандығы ғалымдарымыз түсіндіреді. Сол үшін де жалпы бауырлар, жұма парыздығы ол Алла Тағаланың қатғи, яғни Құран кәрімде Жұма сүресінің 9-шы аятымен бізге нақтылап берілген. Астаузибилля, иза нудия лис-солати мин яумил жума фасхау иля зикрилла дейді. Осы жердегі фасхау, яғни асығыңдар, жеделдетіңдер, намазға, жұма намазына барыңдар деген бұйрығы, аяты әлгіндей күмәнді болған әлсіз хабарлармен орнын баспайды.